Робот сөзін алғаш рет 1920 жылы Карел Чапек атты чехиялық жазушы ойлап тапқан екен. Бүгінгі таңда ақылды ойыншық көліктер өмірімізге дендеп ене бастады. Ал толығымен роботтар 20 ғасырдың екінші жартысында ғана пайда болды. Білім беру саласында сабақтан тыс уақытта жүргізілетін әрбір үйірменің жеке тұлғаны қалыптастырудағы рөлі ерекше. Оның ішінде техникалық шығармашылық үйірмелері өзгелеріне ұқсамайтын, өзіндік атқаратын қызметі мен тәлім-тәрбиелік мүмкіндігі зор үйірмелер. Осы бағыт-бағдар бойынша оқушылардың интеллектісін дамытып, ой өрісін кеңейту мақсатында түрлі инновациялық үйрету топтары пайда бола бастады. Оның бір айғағы Түркістан қаласы оқушылар сарайындағы робототехника үйірмесі. Қазіргі кезде Түркістан оқушылар сарайында робототехника үйірмесі аптасына 3 рет болады. Дүйсенбі, сәрсенбі және жұма күндері. Мұнда бала күніне 2 сағаттан өтеді. Оқушылар күнделікті бұл жерде платформада роботтар құрастырады, алгоритм құрайды, программасын жасайды. Бүгінде медицинадан бастап космонавтикаға дейін роботтардың көмегіне жүгінуде. Күрделі механизмдерді көз ілеспес жылдамдықпен және асқан дәлдікпен құрастыратын робот қолдарға да көз үйрене бастады. Сарапшылар алдағы 20 жылда адам істейтін жұмыстың тең жартысын қолтемірлер атқаруы мүмкін деп отыр. Қысқасы, біздің заманымыз робототехниканың заманы десек артық болмас. Бұл үйірмеде жан-жақты білім алған оқушылар болашақта өз бетінше мамандық таңдап, жаңа технологияларды толыққанды меңгеріп шығады. Ал оны игерген өскелең ұрпақ көштен қалмай, еліміздің өркендеуіне өз үлесін қосары сөзсіз.